Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Ақкербезден біраз сұрақтарға жауап аламыз. Бізде Ақкербез резинкалардан өзіне браслет тоқып отыр. Қазір Ақкербезге сұрақтар қоятын боламыз. Ақкербездің жауабын тыңдаймыз. Ақкербез, саған мамаң ұрса ма? Не деп ұрсады? Үйге сабақ істемейсің. Сосын? Айтқанды тыңдамайсың ғой. Сосын не деп ұрсады? Сосын ұмытып қалдым. Мамаңның саған ең көп айтатын сөзі? Оқы. Оқы. Линияны бересің. Одан мен аламын. Ең аз айтатын сөзі? Телефон көр. Телефон көр деп мүлде айтпай ма саған? Сенің ең жақсы көріп оқитын сабағың? Орыс. Орыс тілі? И цветная грамматика. Математика, қазақ тілі, әдебиет деген сабақтар ұнамай ма саған? Неге? Онша ұнамайды математика деген. Папаңның саған ең көп айтатын сөзі? Үй жаным. Ақсая, папа саған қандай көп сөз айтады? Маймун исасық. Осымен біздің Ақкербезге сұрағымыз аяқталды. Бізде мына жерде Керегі жоқ. Лия мен Ақсая ойнап отыр. Енді мен айтайын. Менің Ақкербезге ең көп айтатын сөзім телефон көр. Жоқ, оқы. Қалағаныңша телефон көр. Таңертең Ақкербез үндемесе түш, мен видео түсіріп жатырмын, өзімді түсіріп жатырмын. Сен үндемей тұр, жарай ма? Мен Ақкербезге ең көп айтатын сөзім телефон көр. Қалағаныңша телефон көр деп айтам. Таңертең тұрып, сразу телефон көр деп айтам мен оған. Оқы деп мүлде айтпайым. Айтасың. Есеп шығар, математикаңды оқы деп мүлде айтпайым. Ақкербез өзі оқиды, өзі есеп шығарады, қазақ тілден ережелерді өзі жаттайды, әдебиетті өзі оқиды. Мен тек Ақкербезге телефон көр деп айтам, ол өзі көргісі келмейді. Ақкербез өзі сабақ оқимын деп сөйтіп сабақ оқығысы келеді өзінің. Сосын Ақкербез үйдің бәрін жинап қояды, пол жуады, үй пылесостайды, посуда жуады Ақкербез. Даже Лия түсініп күліп отыр. Машина айдайды. Айдамайым, жуам. Машина жуасың ба? Айдамайым, мен еще кішкентайым айдалуым. Да? Тағы не істей аласың? Еще тіге аламын дейді. Сондай біздің қыздың қасиеті. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Сізге ұнаған өнерін жаза кетіңіз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.